Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 38-ші сабақты талқылаймыз. 5-ші жаттығу өлеңді оқы. Дүйсенбіде басы ауырып жатты. Сейсенбіде іші ауырды қатты. Сәрсенбіде аяғы ақсады. Бейсенбіде азу тісі қақсады. Жұма күні жөтел қысып, сенбі күні тобығы тайыпты. Ал жексенбіде құлан тазы айыпты. Сонда оның сырқатын қалай атау лайықты? Өлеңнің авторы Марат Нұрқалиев. Балалар, енді төмендегі тапсырмаларды бірге орындайық. Өлеңде қандай бала суреттелген деп ойлайсың? Өлеңде сабаққа барғысы келмейтін, сылтау іздейтін бала суреттелген. Ол әр күні бір жері ауырып, мектепке бармауға себеп табады. Ол неліктен жексенбі күні ауырып қалмады? Жексенбі демалыс күні, сабақ болмайды. Сондықтан бала жексенбіде өз-өзінен айығып кетеді. Демек, оның бұрынғы ауырғаны шын емес, жай ғана оқығысы келмегендіктен болған. Өзің жексенбі күнді қалай өткізесің? Мұнда мен өз ойымды жазамын. Ал сен өз ойыңды жаз. Мысалы, мен жексенбі күні демаламын. Кітап оқимын, достарыммен ойнаймын, отбасыммен серуендеймін. Өлең кейіпкері туралы пікірің. Менің ойымша, өлеңдегі бала жалқаулау, бірақ көңілді. Ол сабақ оқудан қашады, бірақ бәрібір ақылды бала сияқты. Егер ол шын ниетпен оқыса, жақсы оқушы болар еді. Өлеңдегі қарамен жазылған сөздердің жазылуы мен айтылуы. Жазылуы дүйсенбіде, айтылуы дүйсенбіде. Бұл жерде н, м болып өзгереді. Сейсенбіде, сейсенбіде, м болып өзгерді. Сәрсенбіде, сәрсенбіде. Бұл жерде де м болып өзгерді. Бейсенбіде, бейсенбіде. Жұма күні өзгеріссіз қалады. Сенбі күні болып өзгерді. Жексенбіде, жексенбіде, м болып өзгерді. Бұл жерде н, б тіркесінде н, м болып айтылады. Бұл қазақ тілінің айтылу ерекшелігі, яғни орфоэпиялық, ал жазылуы түрі өзгермейді. Ол орфографиялық болып айтылады. Келесі тапсырма 6-шы жаттығу, кестені толтыр. Кестеден бұрын астындағы тапсырмаға жауап берейік. Дүйсенбек, Жұмагүл деп ат қою себебі неде деп ойлайсың? Бұрын ата-аналар баланың туған күнін есте сақтау үшін немесе қасиетті күнмен байланыстырғысы келгендіктен осылай атаумен атаған. Мысалы, жұма күні қасиетті күн, сондықтан Жұмабай, Жұмагүл деген есімдер жиі кездеседі. Ал Бейсен, Бейсенбай, Бейсенгүл деген сияқты аттар да кең тараған. Енді кестені толықтырайық. Апта күнімен ұлдар есімді және қыздың есімдерін айтайық. Дүйсенбі күніне Дүйсен, Дүйсенбай, Дүйсенбек, ал қыз есімдер Дүйсенкүл, Дүйсена деп айтаған. Ал сейсенбі, Сейсен, Сейсенбай, Сейсенбек. Ал қыз есімдері Сейсенгүл, Сейсена. Сәрсенбіде Сәрсен, Сәрсенбай, Сәрсенбек, ал Сәрсенкүл, Сәрсена. Бейсенбіде Бейсен, Бейсенбай, Бейсенбек, Бейсенгүл, Бейсена. Жұмада Жұма, Жұмабай, Жұмат, Жұмаділ, Жұмабек, ал қыз есімдері Жұмагүл, Жұмаркеш, Жұмаса. Сенбі күндері Сенбі, Сенбай, ал Сенбікүл өте сирек кездеседі. Бірақ сондай есімдер бар. Жексенбі, Жексен, Жексенбай, Жексенбек, ал қыз есімдер Жексенкүл. Бұл да өте сирек кездесетін есімдердің қатарында. 7-ші жаттығу, ойлан тап. Жарты жылда неше ай бар? 6 ай бар. Неше айдың аты Р әрпіне аяқталады? 3 ай. Қаңтар, сәуір, мамыр. Қай айда 28 күн бар? Барлық айда 28 күн бар. Сенбінің алдында келетін апта күнін анықта. Жұма. 5-ші сұрақ. Сенбіден кейін 3 күн өтті. Ол қай күн? Сейсенбі. Сенбі, жексенбі, дүйсенбі және сейсенбі. Балалар, сұрақтарға жауап түсінікті болды ма? Жарайсыңдар, онда келесі жаттығуды орындайық. Шығармашылық үзіліс.
8-ші жаттығу жұмбақты оқып шешуін тап. Ағайынды 7-еуінің жұмысы бар, 5-еуінің жұмысы жоқ, 2-еуінің. Бұл жердегі жауап апта күндері. Жұмысы бар 5-еуі ол дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі және жұма. Бұл жұмыс және оқу күндері болған соң, ал жұмысы жоқ 2-еуі сенбі, жексенбі, яғни бұл күндер демалыс күндері. Әңгіме үлгісі: мен дүйсенбі, жұма аралығында мектепке барамын. Сенбі күні достарыммен ойнаймын. Ал жексенбіде отбасыммен серуендеймін және демаламын. Ал балалар, сендер не істейсіңдер? Жарайсыңдар. Оны да толықтырып жаза кетіңдер. Балалар, тапсырма түсінікті болса, сау болыңдар. Менің келесі видеоларымды көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар.